Қарасай ауданындағы Намат мектебінде тарихи сәт. Білім ордасында алғаш рет соңғы қоңырау соғылып, ең алғашқы түлектерін сәт-сапар тілеп шығарып салды. Осылайша Алтын Ұя мектебімен 31 оқушы қоштасып, үлкен өмірге қадам басты. Салтанатты жиында бірінші сынып оқушылары, мұғалімдер мен ата-аналар қауымы түлектерге жылы лебіздерін жолдаса, түлектер де тебіреніспен алғыс білдірді. Тарихи күнмен құттықтаған мектеп директоры да алғашқы бітірушілерге ақ жол тілеп, білім, спорт және өнер салаларында биік жетістіктерге жетіп жүрген оқушыларды марапаттады. Біздің тілегіміз алдарына қойған мақсаттары, олармен қанша рет әңгімелестік, алдарына қойған армандары және ата-аналардың кәдімгідей өзінің бір мақсаттары бар ғой, соны орындалсын. Сол себептен мен ойымша негізгі балаларымыз оған дайын. Өмірлік жолға. Сол себептен сапарларың сәтті болсын, ақ жол дейміз кәдімгі өзіміздің жас түлектерге.